Әке жолын қуған отбасы Маңғыстау облысындағы мерейлі отбасы ұлттық байқауында Құрмашевтар әулеті жеңіс тұғырынан көрінді. Шаңырақтың отағасы Алдаберген Құрмашев бар ғұмырын бала тәрбиесіне арнаған ардагер ұстаз. Ол қыздарды Асқар-Таудай әке жолын жалғап, ізінен ерген мұғалімдер. Биылғы ұлттық байқауда бақ сынасқан 22 отбасы арасында ұстаздар әулеті үздік деп танылып, республикалық кезеңге өтті. Бүгінгі шарада ұстаз деген ұлығымды ту еткен отбасы ұлықталды. Әулеттің отағасы Алдаберген Құрмашев бүкіл ғұмырын бала тәрбиесіне арнаған жан. Білім беру ісінің үздігі. Ұстаздан шәкірт озар деген үлгілі мұғалімнен тәлім алған талай ұл мен қыз биік белестерді бағындырып жүр. Жетістің жетеуіне шыққан қария жетістіктің сыры еңбекте деп біледі. Төккен тердің ақталғаны бұлар облыстағы мерейлі отбасы атанды. Көрсеткен үлгі өнеге тәрбиелеріміздің бәрін кейінгі жастар, кейінгі отбасылар өзінің тұрмыс тіршілігінде пайдалана білсе, ұрпақтарын көптеп өсірсе, азамат қылып тәрбиелесе, ел сыйлайтындай етіп, білім беріп, үлгі өнегесін көрсетсе, одан артығында отбасының қандай құндылығы болады? Еңбек дегенді мен ала алмаймын. Еңбектің бәрі бірде еңбек. Еңбек қана адамды бақытқа жеткізетін, осы абыройыңды да көтеретін. Мерейлі отбасы тамырын тереңге жайған бәйтерек сияқты. Алдаберген Құрмашев жары Сәниямен бірге 7 баланы өмірге әкеліп, 25 немере мен 22 шөберенің сүйікті ата әжесі атанып отыр. 54 жыл ішінде отағасымен сөзге келген емеспіз. Шаңырағымызда сыйластық салтанат құрған дейді отанасы. Қазіргі заман өте жақсы заман бұл деген. Соғыстың зардабын, елдегі ашаршылық, кішкене жоқшылық дегендей, оның несін көрдік біз. Енді қазіргі осы заманда мен балдарға таңғалам, жастарға неге осы заманды неге қадірлеп, осындай өздері жақсы өмір сүрмейді екен деп ойлаймын өзім. Ал менің айтатыным, сол тек тату тәтті болу керек үй ішінде, семьяда. Шаттықтың шуағы шашылған шаңырақтың ұл қызы мен келін немерелерінің көпшілігі әке жолын жалғаған ұлағатты ұстаздар. Бірі домбыра шертсе, енді бірі гитараның құлағында ойнаған өнерлі жандар. Ұстаз деген біз үшін әрқашанда ең қадірлі, құрметті, жаңағы сыйлы мамандық. Өзіміздің алдымыздағы біздің идеалымыз деп айтамыз. Қазіргі өзіміздің көзімізді ашқалы көріп келе жатқан әкеміз. Біз есімізді білгеннен бері мектепте жаңағы өзінің барлық ғұмырын сол мектепке, ұстаз өміріне арнап, бала тәрбиесіне арнап, біз сол жолмен жүруді қаладық. Өнегелі шаңырақты үлгі еткен мерейлі отбасы байқауының ел ішінде маңызы артып келеді. Маңғыстаудан биылғы сайысқа өңірдің өнері мен ауыл шаруашылығын, мұнай саласын өркендетіп жүрген 22 отбасы қатысты. Көпке үлгі шаңырақтардың ішінде үздік атанған Құрмашевтар отбасы ұлттық байқаудың республикалық кезеңіне жолдама алды. Мөлдір Мұсаева, Саламат Бекбаев, Маңғыстау облысы 24 KZ.